Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын қуырылған тұшпараның рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең әуелі таза ыдысымызға бір бокал жылы суымызды құйып, үстінен бір шай қасық тұз және бір жұмыртқаны салып, жақсылап біркелкі болғанша шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Сонан соң үстінен алдын ала ерітілген сары майымызды қосып араластырамыз. Шай қасықтың ұшымен ғана ас содасын салып араластырып аламыз да алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды бірте-бірте қоса отырып қамыр илейміз. Қамырымыз тым жұмсақ немесе тым қатты болмауы қажет. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны пакетке салып 20 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Осы арада салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына картопты алдын ала тұзды суға қайнатып пісіріп аламыз. Сонан соң үстінен майға қуырылған пиязды және қара бұрыш салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз демалып дайын болды. Енді оны теңдей екі бөлікке бөліп, ұн себе отырып жайып аламыз. Достар, толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, жасап көрсеңіздер болады. Қамырымызды жайып кесетін боламыз. Текшелеріміздің сантиметрі шамамен 10-12 сантиметр етіп кесіп алдым. Егер сіздер тұшпараның кішкентай болған ұнататын болсаңыздар, кішірек етіп кессеңіздер болады. Мен осылай 12 сантиметр етіп кестім. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы, дәмді, оңай дайындалатын рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Барлық қамырларымызды тура видеодағыдай кесіп, дайындап аламыз. Кескен қамырларымыздың үстінен салмасын салып дайындаймыз. Тура видеодағыдай ұш-бұрышты етіп, жақсылап басып шығыңыздар, себебі майға түскен соң ашылып кетуі мүмкін. Міне екіншісінде көрсеттім. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Алдын ала қызып тұрған майға түйіп дайындап қойған тұшпараларымызды салып, екі беті қызарғанша кезек-кезек ауыстыра отырып, қуырып пісіріп аламыз. Осымен біздің тұшпараларымыз дайын болды. Жасалу жолы өте оңай және қолжетімді. Дастарханыңызға сән береді. Дәмі де керемет, ауызға салса ерейтіндей болып шығады. Майдан сүзіп алып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, хрустящий болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео пайдалы болған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар.